Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі көрінетін, бір жегеннен барлығы жоқ болатын, вареный сгущенка қосылған осындай печенье әзірлейтін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Таза ыдысымызға бір жұмыртқа, қант қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейін ертілген сары май құямыз. Содан соң майлылығы 15-20% болатын қаймақ қосамыз. Кейін қалауларыңызға қарай ванилин және разрыхлитель. Содан соң ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болады. Енді қамырымыз дайын болды. Осы қамырды 20 бөлікке бірдей етіп бөлеміз. Содан соң осылай видеода көрсетілгендей шариктар жасап, жұқа етіп жаямыз. Ортасына қалауларыңызға қарай орех, изюм, тағы басқа заттарды қоссаңыздар болады. Менде мұнда вареный сгущенка. Содан соң пышақтың көмегімен осылай бірнеше бөліктерге кесіп ораймыз. Содан соң противенге пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған 170 градус пеште 15-20 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Сіздермен болған Салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.